Бисмилlah, альхамдулилlah, уассалату уассаламу аля расулилlah. Мынау соңғы уақытта мұсылмандардың арасында дейміз ба, болмаса ел арасында дейміз ба, бір тақырып кішкене сәл даулы болып тұрған сияқты. Сол жайында қозғап өтсек, өмірден қайтқан кісілерге Құран оқып сауабын бағыштау болады ма, болмайды ма деген сияқты. Осыған байланысты кей кезде мұсылмандардың өздері екіге бөлініп алып, бірін-біріне былай айтқанда сөз лақтырып жатқандары бар. Екі шетте тұрып алып. Өлгендерге Құран оқуға болмайды, бидағат деп айтқандар адасқандар, тура жолдан айнығандар, болмаса не дейміз, уахабиттер деген сияқты сөздер айтады екен. Енді өлгендерге Құран оқу керек дегендерді олар пайғамбардың сүннетімен жүрмегендер, олар бидағат жасаушылар деп айыптаушылар, осындай екі топты көріп қаламыз. Енді осыған бір тоқталып өтсек. Әрқайсының өзінің бір шындығы бар, бірақ қатты кеткен тұстары да бар. Бидағат деген енді Алланың кітабы мен пайғамбарымыздың ісінде кездеспеген істер ғой. Өлгендерге Құран оқып сауабын бағыштау бидағат деп айтып жүргендердің сүйенетін дәлелдері, енді көптеген дәлелдер бар, қысқаша біреуін айтайық. Адамзат баласының абзалы пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам оған Жәбірел періште арқылы Аллах тарапынан Құран аяттар түскен кезде ол аяттарды өлгендерге оқумен айналысқан жоқ еді. Пайғамбар бұл аяттарды тірілерге түсіндірумен айналысқан еді. Сондықтан солай жасауымыз керек деген дәлелдерді тілге тиек етеді. Ал енді өлгендерге Құран оқуға байланысты келетін болатын болса, ол адамдар айтады, жоқ, қанша деген ғалымдар бар. Аржанда мазһаб егелерін айтады. Ханафи мазһабы болсын, Хамбали мазһабы болсын, олардың ішінде өмірден қайтқан адамдарға Құран оқып сауабын бағыштауға болады деп фатуа берген, деп және де басқа дәлелдерін келтіреді. Енді бұл жерде ақиқаты шындап келгенде ортасында. Біз мына нәрсені естен шығармауымыз керек. Өлгендерге Құран оқылмай қалды деген қайғыдан көрі тірілер Құранды түсінбей жатыр деген қайғы басым екен естен шығармауымыз керек. Осы тұсы кішкене ауырлық болады. Егер енді кейбіреулер қатты шығып естен не жатыр екен, өлген адамдарға Құран оқылмаса, ақыр заман басталады, тағы басқа деген сияқты. Бұның бәрі енді өтірік деректер болып есептелінеді. Құран негізінде, ғалымдардың ішінде оқып, сауабын өмірден қайтқан кісілерге бағыштауға болады деген ғалымдардың саны басымырақ. Бірақ мына нәрсені естен шығармауымыз керек. Құран тірілерге түскен. Оны біз өлгендерге оқып қойып алданып қалмауымыз керек. Құранды оқып, оның ішіндегі келген аяттарға амал жасауымыз керек. Алланың кітабы араб тілін білмесең де жер бетінде барлық тілге аударылған. Оны өзіміздің кәдімгідей мұқият бір қызық көріп оқитын кітабымыздың қатарына қоюымыз керек. Сонда өмірдегі көптеген мәселең шешіледі. Өлгендерге сен Құран бағыштаған кезде мәселеңнің бәрі шешіле бермейді. Ал Құранның мағынасын түсініп оқитын болатын болсаң, өмірдегі көптеген сұрақтарға жауап табасың. Алланың кітабын оқып отырдыңда, бір уақытта ішінде аяттар келді. Идфа биллати хия ахсан, фа изаллази байнака ва байна адаватин кааннаху валиюн хамим. Саған біреу жамандық істеген болатын болса, жақсылық жаса. Егер араларында дұшпандық болған болатын болса, солай істейтін болсаң, дұшпандық кетеді, сендер жақын досқа айналасыңдар. Жамандық жасаған адамның өзіне жақсылық жасау қасиеті бұл шын сабырлылардың қолынан келеді. Бұл жаннаттан үлесі бар адамдардың қолынан келеді деген кезде, сен өмірде саған қиянат жасаған адамдарды кешіруге асыға бастайсың. Құран аятын түсініп оқыған болатын болсаң. Яки болмаса Құран аятын оқып келе жаттыңда, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Әйеліңмен ұрысып қалған едің, ренжіп қалған едің. Әйелің сен бір көңіліңе тиетін сөздер айтыпты. Сенің еркек дәрежеңді бағалай қоймапты, еңбегіңді бағалай қоймапты. Сол кезде сен Құран оқып отырған болсаң, аят оқисың да, әйелдеріңмен жақсы қарым-қатынаста өмір сүріңдер. Әйелдердің бойларынан сендерге ұнамай қалатын бір нәрсе болатын болса, сендер үшін көптеген хайырлар бар. Егер сабыр қыла білсеңдер дейді. Бұдан бір хайыр бар екен ғой деп арғай ойланатын болатын болса, одан тараған ұрпақпен өсіп-өнуі мүмкін деген сияқты көп нәрселер, сөйтіп отбасындағы бір ортақ түсініктерге келіп қалуы адам ықтимал екен.
пендесің, әр нәрсені көресің, әр нәрсені естисің, әр нәрсені сөйлейсің. Бір уақытта Құран аятын оқып қалған кезде وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ күнәнің ашығына да, жасырына да жолама деген кезде көппен отырсаң да, жалғыз өзің отырсаң да күнәдан тыйылуға әрекет жасай бастайсың. Міне осылай Құран аятын оқыған кезде сен көп нәрселер көре бастайсың. Басыңа бір қиындық келді, ауру келді ма, қарыз келді ма, бір сонда бір қиындыққа душар болып шығатын жол сияқты болып тұрған, жоқ сияқты болып тұрған кезде инна ма'ал усри юсрон, қиындықтың артында жеңілдік бар деген кезде үмітің арта түседі. Болмаса шығатын жол іздесең, кім Аллахтан қорқатын болса, кез келген тығырықтан шығатын жол тауып береді, ойламаған жердің нәсібесін арттырады деген кезде сен салыңды суға кетіріп қойып отырмайсың. Тақуалығыңды арттырып, тығырықтан шығатын жолды іздей бастайсың. Сол сияқты Құран аятын түсініп оқитын болатын болсақ, киіп жүрген киімімізді дұрыстаймыз. Құран аяттарын дұрыстап оқитын болатын болсақ, ішіп жүрген тамақтарымызды дұрыстаймыз. Қайсы тамақ Құран аятына келген сияқты, Аллах айтқанда: "Я айюханнас, ей адамдар, кулу мимма фил арди халалан тойиба", жер бетіндегі халал болған нәрседен жеңдер, көркем нәрседен жеңдер. "Вала таттаби хутуати шайтан", шайтанның салған жолына еріп кетіп жүрмеңдер деген аят түскен кезде біз түсінеміз, тамағымызды дұрыстай бастаймыз. Бекерден бекер ел арасында енді үлкен кісілер айтушы еді ғой, астың адалдығы бастың амандығы дейді. Сонда қарасақ, міне осы тұс екен. Екі жаққа бөлініп алып, өлгенге Құран оқуға болады, өлгенге Құран оқуға болмайды. Сөйтіп соған бір кәдімгідей қайғырғымыз келеді. Шынымен екі жақтың өзінің сөздері бар. Өлгенге Құран оқуға болмайды дегендері адасқан деп айтатын болатын болсақ, онда Алла сақтасын, ар жағында пайғамбарымызға, саллаллаху алейхи вассалам, сахабаларға тіл тигендей болып кетеді. Ал енді өлгендерге Құран оқуды адасқан дейтін болса, қанша ғалымдардың патуасын жоққа шығарғандай болып кетесің. Сол үшін бұлай екі жаққа тұрып алып, әркім өзіне ұнайтын нәрсесін тауып алып, оған жауап қайтарып, бұған жауап қайтып отырғаннан гөрі Алланың кітабына қарай шақыруымыз керек. Алланың кітабын түсінуге тырысуымыз керек. Аллах өзінің Құранда не деп айтты? Китабун анзалнаху илайка мубаракун. Саған түсірген Құран кітабы берекелі деді. Бұда береке бар. Біз дауласып атқан кезде таппаймыз ол берекені. Біз бұл аяттар мағынасын түсініп оқыған кезде табамыз. Қай кезде дейді? Лияддаббару аятихи, егер бұл аяттарына зер салып оқитын болсаң деді. Құран аятына зер салып оқысақ, тіршілігімізді дұрыстап береді. Құран аятына зер салып оқитын болсақ, құлшылығымызды дұрыстап береді. Жүрегімізге тыныштық сыйлайды, санамызға сәуле кіргізеді, отбасымызға жақсылық алып келеді, достық қарым-қатынасымызды күшейтеді. Сондықтан бұл кітап адамзат баласын өзі кітапта айтылған сияқты адамдарды қараңғылықтардан, күнә атаулының көп деген қараңғылығынан Аллах өзінің нұрына шығару үшін түсірген кітап болып есептелінеді. Бейнеттен, машақаттан жеңілдікке шығару үшін, бақытсыздықтан бақытқа шығару үшін түсірген кітап болып келеді екен. Сол үшін ғалымдар не деп айтады? Ман афхаму ли китабилла фахуа астақу назратан лид-дуния. Кім Аллахтың кітабын көбірек түсінеді, ол адамның өмір туралы көзқарасы анығырақ бола бастайды дейді. Сол үшін жаңағы айтқанымыздай, өлгендерге Құран оқылмай қалды деген уайымнан көрі, тірілер Құран түсінбей жатыр деген уайымға қатты ден салуымыз керек. Сөзіміздің соңында айта кетейік. Адамзат баласының абзалы пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам Аллахқа былай деп арызданған екен. Ол арызы Құранда келеді. Уақалар расул, айтты Аллахтың елшісі: Я Рабб, Раббым менің, инна қауми иттахазу хадал Құр'ана махджура, менің қауымым бұл Құранды қараусыз қалдырып қойды деген екен. Пайғамбар Құраннан алыстаған қауымдар үшін Аллахтың үстіне арызданған екен. Солардың қатарынан болып қалмауымыз керек деп уайымдауымыз керек екен бірінші орында. Егер ол шынымен өлгендер үшін өте маңызды кітап болғанда, Аллах Тағала сол өмірден қайтқан кісілердің әлемі барзаққа қарай түсіретін еді. Бірақ Құранда Аллах Тағала осы біз жатқан дүниеге түсірді. Сол жағына көбірек мән беруіміз қажет. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк.